15 жыл бойы құжатсыз жүрген Венера Құрбаназарова Қазақстан азаматтығын алды. Жылдар бойы талай органның табалдырығын тоздырған келіншек әбден қажығанын айтады. Бірақ шалғайдағы ауылға келіп, мобильді қабылдау жүргізген Аманат партиясының өкілдері оның үмітін оятып, қол ұшын созды. Осылайша атамекенін аңсап келіп, қатарымызға қосылған қандастарымыздың қатары тағы бір азаматпен толықты. Венера Құрбаназарова 2009 жылы Өзбекстаннан көшіп келіпті. Кейін тұрмыс құрып, Батыс Қазақстан облысына қоныс аударады. Қазір күйеуімен бірге 3 бала өсіріп отыр. Бірақ келіншек сол кезден бері құжатсыз жүр. Отанына оралған қандасымызға жеке басын куәландыратын құжат әперуге әкімдердің де әлі келмепті. 3 емес 4 балалы болдық, даже бармаған жеріміз жоқ. Бардық, тек қана бізге уақытша документ берді. Ол уақытша документпен мен көп ешқайда жұмыста істей алмаймын. Пособия бәрінен қағылдық, ешқандай ештеңе іліккен жоқпыз. Сосын амалсыздан осы Аманат партиясына келіп, Тасқала ауданының сол кісілердің арқасында, әйтеуір 2024-те документлі болып, бәріне қазір ілігіп жатқан жағдайымыз бар. Халыққа көмек партиялық жобасымен облыстың түкпір-түкпірін шарлаған партиялықтар қоғамдық қабылдау тұрақты жүргізеді. Осы кездесу арқылы көп жұмыс атқарылды. Кеңес пен көмекке мұқтаж жандарды күттірмей, оларға өзіміз барамыз. Олардың шағымын мемлекеттік органдарға жеткізіп, мәселесі оңымен шешілуіне күш салдық дейді партиялықтар. Венердің сөзі, жаңа айтқандай, жетті жүрегімізге. Мүмкіндік болса, қолымыздан келгенше көмектесуіміз керек дегендей ойға келді. Көлігіне, баратын пәтеріне, жаңа құжаттарына барлығында қолымыздан келгенше жаңағыдай ақшалай, қаржылай көмегімізді беріп, сол аннан звондап, бәрін тапсырдым, келдім деп, сол құжатын күткенше біз де сол кісімен бірге асыға күттік. Венера бүгінде жұмыспен қамту орталығына тіркелген. Енді өз мамандығы бойынша қызметке тұрып, немесе ұнаған жұмысына орнала салады. Құжаты түгелденіп, көңілін демдеген келіншек енді жәрдемақы алу үшін балаларының құжаттарын рәсімдеуге кіріскен. Былтыр Аманат партиясының облыстағы қоғамдық қабылдауына түскен 2000-нан астам өтініштің тең жарымы оңмен шешілген. Олардың дені әлеуметтік мәселелер. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Орал.